достар, мен танысыздар ма, танымайсыздар ма, әлеуметтік бөлімнің басшысының орынбасары Қанат Берік деген. Қазір ауданымызға Қазына Маңғыстау ЖСС-нің өкілдері келіп отыр. Шағыл Шөмішті кен орнында жұмыс істейтін мекеме солай ма? Жоқ, Шағыл Шөмішті ауданында орналасқан екі карьер бар да, участок номер 1, участок номер 2 деген. Соларға байланысты жобалар. Сол аудандағы ғой. Иә. Сол Шағыл Шөміштінің субподряд кешеніндегі мекемесі де соларға қызмет етесіздер ме? Иә, оларға да арасында. Осы мекемелер карьер болсын дедік, иә? Карьермен сол жерде жұмыс істейтін мекеме бұрынғы алған контрактты жердің уақыты өткен қоса. Жоқ, жердің уақыты өтпеген, жердің кен орнына берген келісім шарттар ғой жаңағы. Ол 40-шы жылға дейін да, 49-шы жылға дейін, жоқ 40-шы жылға дейін рұқсатымыз бар. Мынау алайын рұқсат, экологиялық рұқсат, жаңағы экологиялық рұқсат алу үшін шығарындылар бар ғой, выбростар дейміз ғой, выбростарға, эмиссияларына. Солардың рұқсат алу үшін мынандай жобалар жасау керек та, соларды қоғамның алдына таныстырып, көрсетіп танысу керек. Сіз кім боласыз? Мен жобалаушымын. Мына проектілердің жобалаушысы. Осы проект бойынша жобалаушының өзінен тыңдайық. Мен қазір анық қадам беріп отырған жоқпын. Өзіңіз айтып түсіндіресіз. Так, жаңа председатель осы кісіні тағайындаймыз. Хатшыны мен да. Бейсенбаева Жанар Есентемировна. Менің аты жөнім Бейсенбаева Жанар Есентемировна. Мен мына Қазына Маңғыстау компаниясының жасақталып жатқан жобалардың инженер-проектировщигімін. Қандай жобалар ұсынып жатырмыз мына жерде? Бұл рұқсат етілген шығарындылар нормативтері жобасы, сосын қалдықтар басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы және табиғатты қорғау іс-шараларының жоспары. Осы проектілердің ішінде барлық экологиялық аспектілеріміз көрсетілген. Оның ішінде енді мына кен орнының жалпы қай жерде орналасқандығы туралы, не өндіретіндігі туралы, технологиялық жақтары көрсетілген. Содан кейін осы жерде жаңағы эмиссиялардың көлемі, қандай көлемде, қандай қалдықтар, қандай шығарындылар, выбростар дейміз ғой, шыққаны көрсетіледі. Енді мына участок номер 1, номер 2 деген екі карьерлеріміз бар. Олар өздеріңіз білетін шығарсыз, Шағыл Шөміштіге қарай, солтүстік шығыс жаққа қарай 85 және 110 км қашықтықта. Енді мына негізгі компанияның, Қазына Маңғыстау компаниясының қызметі кең таралған пайдалы қазбаларды барлау және өндіру. То есть, жаңағы орысша айтқанда, добыча и разведка распространенных полезных ископаемых. То есть, грунт бар, ракушки бар, сондай нелер. Енді жаңағы Қазына Маңғыстаудың өзінің келісім шарты бар, жер қойнауын пайдалануға. Ол 2007 жылы алынған, бюросын жасап жатқан компания. Мына 2016-тан бері қарай 10 жылға негізі экологиялық рұқсаты бар мекеме. Мына 25 жылдың аяғына дейін жаңағы несі бар, уақыты бар. Енді 26 жылдан ары қарата 10 жылға осы алып жатқан рұқсат қағазына осы қоғамдық тыңдаудың мына проектілерге жасап жатқан жайы бар да. Так, екі карьерларды алып кеттім. Так, енді оның ішінде қысқаша айтып дейін да, геологиялық қорлары 1.163.000 текше метрді құрайды. Оның ішінде қабықты әктас, қиыршық тас тұқым, саз. То есть, известный ракушка тас,
ПГС дейміз ғой, сол и суглинок, саз дегеніміз. Так, оның ішінде операциялық резервте эксплуатационный запасы дегеніміз 1 000 000 текше метрді құрайды. Так, производительность карьеров. Карьердің өнімділігі жылына 40 000 текше метр жаңағы нені құрайды по горной массе. Қажет жоқ па? Нет, қысқаша. Қазақша ғана не өндіресіздер, қандай зиян келуі мүмкін табиғатқа? Так, енді мұнда атмосфералық ауаға әсерді бағалау жағын айтып отырсақ, мына жерде бізде қазақша айтқанда енді шығарындылардың көздердің саны 10 деп табылады. Жобаның ішінде, оның ішінде жаңағы карьердің басында жасайтын дизель станциясы бар. Сосын жаңағы техникалар бар, бульдозер, экскаватор деген сияқты самосвалдар жұмыс жасайды. Солардан шаңдар бөлінеді. Солардың бәрі 10 источник выбросов, енді көзді құрайды. Солардан шығатын жаңағы атмосфераға ластаушы заттардың жалпы көлемі 9,229 тонна жылына. Енді оның барлығы шықпайды, жаңағы жасаған өндірген өніміне байланысты жаңағы осы 9 тоннадан аспайды жалпы. Санитарно-защитная зона айтып дейін ба? Санитарно-защитная зона бар ғой, енді барлық өндірістік аймақтарға. Сол жаңағы санитарлық қорғау аймағының мөлшері 100 метр. Ол жаңағы приказ министра здравоохранения санитарно-экономических требований к санитарно-защитным зонам деген құжаттың ішінде карьерлерге жаңағы қиыршық тастарды, құмдарды өндіретін кәсіпорындарға 100 метр деп аталған. Айналасында 100 метрге дейін қалықтыруға болмайды. Ал экологиялық кодексіне сәйкес бұл объект екінші санат объектілеріне жатқызылған. Ол не дегеніміз? Жылына 10 000 тоннадан асатын кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру және өңдеу кәсіпорындар. Так, бұл жерде болды. Енді іс-шараларға келсек, атмосфераға шығарындылар азайту жөніндегі іс-шараларымыз ол жұмыс өндіру технологиясының дәл сақталуын бақылау, барлық технологиялық параметрлерді қатаң сақтау, жабдықтың герметикалық тұрақты бақылауды жүзеге асыру, технологиялық процестің барысын тұрақты бақылауды жүзеге асыру деген сияқты осындай іс-шаралар бар, көрсетілген. Ал қоршаған ортаның қалдықтарымен ластануын болдырмау жөніндегі іс-шараларға арнайы сыйымдылықтарға, емкістерге және арнайы жабдықталған алаңдарға уақытылы бойынша сұрыптай отырып, отходтарды түгендеу және жинау. Жоспарланған іс-шаралардың орындалуын бақылау осындай іс-шаралар кіреді. Жалпы пайдалану кезеңіндегі қалдықтардың жинақтау лимиттері отходтар бойынша, қалдықтар бойынша 3 тонна 3,73 тонна. Оның ішінде майлы шүберектер кіреді, қалдық майлар кіреді, металлдың сынақтары кіреді және тұрмыстық қалдықтар. Оларды арнайы компаниялармен договорға отырып, келісімшартқа арнайы жерлерге тапсырылады. Енді қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарына жұмыстарды жүргізу аумағында шаңды басу жөніндегі жұмыстар жүргізіледі. Мониторингтер, экологиялық мониторинг жүргізіледі. Квартал сайын.
техникалық және ауыз су шығыны нормаларының сақталуына бақылау жүргізіледі. Күнделікті. Оны өзінің компанияның экологы бар, инженер экологы, осы кісілер жүргізіледі отделының. Ал мына экологиялық мониторингті ол арнайы жаңағы специализированный компаниялар бар ғой, лицензированный. Солар келіп жаңағы замерлер жасайды да, қорытындыларын департамент экология тапсырып көрсетеді. Болды осыменен қысқаша айтқанда. Сұрақтарыңыз болса, жауап берейік, тырысайын. Жалпы ол жерде андай бір халыққа неге зиян келетін ешқандай несі жоқ. Жаңа айтты ғой, 85-100 километр ауылды елді мекеннен алыс. Ол жерде постоянно сосын добыча болмайды да, өндірмейді. Керек кезінде ғана алады, андасын шағырлы шөміштің жолдарын істеуге, реттеуге соған алып тұрады андасында. Ал бірақ шағырлы шөміштіге ғана пайдаланып отыр ол жерде. Соған бола алынған карьер, именно проект бойынша. Абылай күнде жұмыс болмайды ол жерде. Сол заказчиктердің тапсырысы бойынша сол жылына енді 40 мың тонна метр куб деп отыр, 40 мың шықпайды ол жерде. 10 мың болар, одан да аз даже өндірісіміз. Сонда карьерден өлерден тасты шығады, пөгесті шығады. Иә. Екі участок қой, екеуінде сол аралас. Қарапайым жұмыс па, мен түсінігім бойынша ауылдастар шығатын жаңағы отходтың мусоры 3 тонна дейді, 3-1 тонна дейді, бір машинаға жетпейді. Басына адам тұрмайды бізде постоянно, тек керек кезінде техникалар барады. Экскаватормен нелер самосвалдар тиеп алып кетеді, болды. Менде кішкене сұрақ. Жұмыс орны жаңадан ашылатын жұмыс орны қарастырылған ба? Бар ма? Бізге бармай вопрос. Жоқ, ол жерде жұмыс жаңағыдай ғой, мен айтып отырмын. Ол жерде постоянно адам жоқ берген. Біздің карьер жаңа заказчиктер бойынша, заказчиктердің тапсырысы бойынша тек керек кезінде топырақ алып кетеді, болды уақытында. А так былай постоянно ол жерде тұр, ешқандай адам жоқ басында. Иә, сол кезде. Тек площадкаға пайдаланамыз, жолына площадкасына. Шағырлы шөміштің. Иә, керек уақытында ғана. Солай жалпы. Сұрақтарыңыз болса қоюға болады, болмаса кім қарсы, кім қарсы емес дауысқа беріп. Онда рұқсат па? Жұмыс біздің енді мекемеміз Ақтауда орналасқан офиста. Жоқ, Бейнеуде жоқ, енді Бейнеу неде бар, Қазына неде, Шетпеде да біздің основной жұмысымыз. Карьеріміз сол жақта көп, дробилканы шебін шығарады. А мына жерде сол айтып отырмын, жаңа тек біздің заказчиктердің тапсырысымен сол кезде ғана аламыз, соған бола алып қойған карьер ғой жалпы үкіметтен. Қай жылдан бері істетіватсыздар мына шағырлы шөміштің орнында? Шағырлы шөміште енді бір 5-6 жыл болды ма екен? Мынау қазір карьер бір 10 жыл болды қазір. Иә, карьер 10 жыл болды. Иә, бұған 10 жыл болды. Пайдаланып уже жарамсыз болып қалған жерлер бар ма? Жоқ, ондай жоқ. Жаңа айтып отырмын, біздер көп пайдаланып жатқан жоқпыз. Тек ара-арасын аламыз. Соң қазір срок бітіп жатқасын ары қарай ұзартуға Рекультивация қарастырылған ба? Рекультивация. Проект бойынша қарастырылған бәрі де. Мен пайдалануымша біздің тас карьерден зиян емес. Мекемеге қызмет отырған екі карьер болып тұр ғой. Жолға, площадка, керекелерін тегістеп, салып жолдерден құмын. Ол жерде былай сатуға неге арналған емес, тек солар заказчиктердің тапсырысы бойынша тек пайдаланамыз. Рахмет, келгендеріңізге. Жақсы, рахмет.